Баршаңызға сәлем. Қыздар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге мынадай браслеттің тоқылу жолын көрсететін боламын. Қолда да өте әдемі тұрады. Ал, кеттік онда. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, қоңырау батырмасын басуды да ұмытпаңыздар. Бізге бұл үшін не керек? Бізге мынадай 8 мм моншақтарымыз керек болады. 8 мм моншақ түсі өздеріңіз білесіздер, қандай қалайсаңыздар да. Сосын 3 мм моншағымыз керек болады. Мен мынадай застежка алдым магнитный. Сіздер өз еріктеріңіз қандай алсаңыздар да. Және бисеріміз қажет болады. Лескамыз қажет, инеміз қажет. Бірінші инемізге моншағымызды өткіземіз да, оған 8 бисер өткізіп алатын боламыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бисер өткізіп аламыз. Жібіміздің ұшына дейін алып келеміз да, жібімізді осы жерде байлайтын боламыз. Екі-үш рет байлаймыз, шешіліп кетпес үшін. Жібімізді осы жерде қиып тастаймыз. Инемізді арасынан өткізіп аламыз да, тағы 8 бисер алатын боламыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тағы 8 аламыз. Бұны моншағымыздың арасынан өткізетін боламыз. Бізде осындай болу қажет. Жібімізді бисерлеріміздің арасынан айналдырып өткіземіз. Бізде екі шеті, міне моншағымыздың екі шеті ашық болды. Осы жерге 3 мм моншағымызды қосатын боламыз. Бисердің арасынан өтеміз. Бір шетіне қостық, енді екінші шетіне қосатын боламыз. Жіптерімізді байлап аламыз. Екі-үш рет байлаймыз, шешіліп кетпес үшін. Жібімізді байлаған жерден алыстатып алып кетеміз. Қиямыз. Міне, дәл осындай қылып, бірнешеуін жасап аламыз. Енді осылардың барлығын бисер браслет жасап, бұлай біріне бірін біріктіретін боламыз қазір. Инемізге 5 бисер өткізіп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бисер өткізіп алдық. Енді застежкамыздың жартысын аламыз магнитный. Жібіміздің ұшына дейін алып келеміз. Осы жерде жібімізді байлап аламыз. Екі-үш рет байлаймыз, шешіліп кетпес үшін. Бисерлерді қадағалап байлау керек, арасына шатасып кетпейтіндей.
Енді осы жерде жібімізді қиып тастай саламыз. Бұл бізге енді қажет емес. Осы жерде міне бізде 5 бисеріміз бар. Екі шеті міне ортадағы бисерімізге қарай өткізіп аламыз. Жібіміздің ұшын зажигалкада күйдіретін боламыз. Міне мына ұшты көрініп тұрған болар сіздерге. Зажигалкада күйдіріп қоямыз. Міне ортадағы бисерімізге келдік. Осы жерде 2 бисер, 1 жемчуг моншағымыз, 3 мм тағы 2 жемчуг бисер алатын боламыз. Міне былай. Бисерімізден өтеміз. Міне бізде былай болу қажет. 2 бисерден өтетін боламыз. 2 бисерімізден өтіп алдық. Моншағымыздан өтеміз. Осы жерде 1, 2, 3 моншақ аламыз да, осы жерде ромбик жасайтын боламыз. Ромбик жасап, бір айналып өтеміз жібімізді жоғары қарай. Бір сары бисерімізден аламыз. Ромбигіміздің ортасына қоямыз да, жібімізбен, инемізбен сол жақтан, сол жақ шеттегі моншағымыздан қайта өтетін боламыз. Жоғары қарай өтеміз. Бастапқы бисер моншағымызға қайта келетін боламыз. Міне. Осы жерде енді бір моншағымызды аламыз. Мына тоқып қойған моншағымызды аламыз. Тағы бір 3 мм моншағымызды аламыз. Осы жерде міне бізде мынандай болады. Осыны жіп жоғарыдан шығып тұр, біз оңнан солға қарай тағы өтетін боламыз. Тағы бір сары бисерімізді аламыз. Ортасына қоямыз міне. Ортадағы мынау шеткі жоғарыдағы моншағымыздан өтеміз. Мынау шеткі бисерларымыздың барлығынан өтіп, мына жоғарыдағы моншағымызға келуіміз қажет. Мына жерге келуіміз қажет. Мына қыздар, жоғарғы жемчугімізға келдік. Жоғарғы моншағымызға. Осы жерде енді тағы да бір моншағымыз, келесі моншағымыз, тағы бір моншағымызды алатын боламыз. Дәл жаңағындай қайталанады енді. Мына жақтан өтеміз. Осы жерде ортасына сары бисерімізді қойып кететін боламыз. Тағы да бисерлеріміздің арасынан өтетін боламыз. Моншағымыздың арасынан өтеміз. Дәл осылай айналдырып барлығын біріне бірін біріктіріп шығатын боламыз.
Міне қыздар, дәл осылай барлығын құрастырып шығатын боламыз. Міне қыздар, соңына дейін келіп жеттік. Екінші застежкамның екінші жартысын тақтым. Міне. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік.